Жұбан ана кесенесі Қарағанды облысының Жаңаарқа ауданында Сарысу өзенінің оң жағалауында орналасқан ескерткіш. Қарағанды жезқазған тас жолында жатыр. 11 ғасырда тұрғызылған. Өкінішке орай, оны салған адамның есімі де бұл ғимаратты тұрғызу тарихында білмейміз. Осыған қарамастан, Жұбан ана кесенесі осы аймақта орналасқан орта ғасырлардағы ең қызықты сәулет өнері ескерткіштерінің бірі болып табылады. 1940 жылға дейін жақсы сақталған күмбездің жартысы құлап, ортасына түскеннен кейін жергілікті халық кірпіштерін пайдаланған. Кесене бір камералы күмбездік құрылыс болып, жобасы жағынан 4 бұрышты болып келеді. Кесененің ерекшелігі оның салыну әдісінде. Шебер аса күрделі құрылыс әдістерін қолданып, осы нысанды тұрғызған. Құрылыстың сыртқы әсемділігін, оған қоса беріктігін күмбездік цилиндрлік жобасы қамтамасыз етеді. Қолданылған кірпіштердің барлығы біркелкі, пішіні де көлемі де бірдей. Демек, сол кездегі құрылыс материалдарын өндіру мәдениеті де өте жоғары болғандығын дәлелдейді. Бірақ материал өте берік екенін уақыттың өзі дәлелдеп отыр. Арқаның үскірген аязына, аптап ыстығына қарамастан, жаңбыр мен желге де төзген мазардың сыртқы көрінісі әлі күнге дейін жақсы сақталып келген. Жұбан ана ескерткіші туралы жазба деректер алғаш Рычковтың Орынбор топографиясы деп аталатын еңбегінде жазылған. Шоқан Уәлихановта 1863 жылы осы ескерткішті зерттеп, кескіндемесін қағазға түсірген деген мәлімет бар. Қазақ КСР Ғылым Академиясының археологиялық экспедициясы бұл кесенені толық зерттеу жұмыстарын 1946 жылы жүргізді. Ал 1974 жылы мазардың жан-жағын өлшеп суретке түсірді. Ескерткішті зерттеген ғалым Әлки Марғұлан бұны қыпшақтар салды деген пікірге келеді. Қазіргі кезде Жұбан ана кесенесі мемлекеттік республикалық маңызындағы тарих пен мәдениет ескерткіштері тізіміне қосылған.